Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгін біз радикалдар тақырыбы бойынша 20 есепке талдау жасаймыз. Бірінші есеп 0,625 қосу 8-ден 1 қосу 2-нің 0 дәрежесі азайту 2-нің минус 1 дәрежесі бөлімінде түбірастегі қосу 1, түбірастегі азайту 1. 0,625-ті жазамын. Қосу 1 бөлінген 8, ол 0,125. 2-нің 0 дәрежесі 1-ге тең. 2-нің минус 1 дәрежесі ол 2-ден 1, немесе 0,5. Азайту. Түбірасты 2 плюс 1, түбірасты 2 минус 1, бұл түбірасты 2-нің квадраты азайту 1-дің квадратын береді, яғни 2 азайту 1. Қосамыз 0,625-ке 0,125-ті қосамын. 0,175. Қосу 1 азайту 0,5 бөлімінде 1 шығады. Так, мұнда 0,5 немесе 1,175-ке 0,15 қосамыз. 1,125. Екінші есеп түбірді тауып, оның А, Б, С осындай мәнде болғандағы мәнін есептеуіміз керек. Бірінші, төртінші дәрежелі түбір астынан 16. Қандай санның 4 дәрежесі 16-ға тең еді? 2. А-ның квадраты және Б-ның өзі. Бұл жерде оң сан. Модульмен алып қояйық әзірге. Так, 0,1 С-ның 3 дәрежесі тең болады 2а квадрат b 0,1 С-ның кубы тең болады. Енді орындарына қоямын. 2 көбейту а-ның квадраты, демек 9-дан 1 көбейту 10-нан 1 0,1-ді көбейтемін. С-ның 3 дәрежесі 27-ден 8. 2 мен 10-ды қысқартып жіберсем, 45-ден 1, 0,1 дегеніміз 10-нан 1, 270-ден 8. 45-ден 1-ді көбейтемін, 8-ден 270-ге. 45 пен 270-ті қысқартамын. Мысалы, былай есептесеңіз болады. 270-ті 90-ға бөлсек бізде 3, ал енді 270-ті 45-ге бөлсек 6. Немесе 4-ден 3. 2-нің түбірасты 27 дәрежесі көбейту түбірасты 3, яғни 2-нің түбірасты 27 дәрежесінің түбірасты 3 дәрежесі. Сондықтан оны көбейтеміз. 2-нің түбірасты 27 дәрежесі көбейту түбірасты 3, көбейту 2-нің минус 5 дәрежесі. Дәреже көрсеткіштерін көбейтеміз. 2-нің 81 дәрежесі көбейту 2-нің минус 5 дәрежесі. 81-ден түбірастының 9 шығады. 9-дан 5 аламыз. 2-нің 4 дәрежесі ол 64-ге тең. Жоқ, 16-ға тең. 2-нің 4 дәрежесі 16-ға тең. Өрнекті ықшамдаңыз. Мінекей түбірасты А көбейту 4-ші дәрежелі түбірасты А, тағы сол сияқты түбірастында 512. Егер бұлай айтып жазатын болсақ, А-ның 2-ден 1 дәрежесі көбейту А-ның 4-ден 1 дәрежесі көбейту А-ның 8-ден 1 дәрежесі көбейту тағы сол сияқты А-ның 512-ден 1 дәрежесі. Негіздер бірде болған кезде оның дәреже көрсеткіштері қосылатын білеміз. 2-ден 1, қосу 4-ден 1, қосу 8-ден 1, қосу тағы сол сияқты 512-ден 1. Неге осының қанша болатынын табуымыз керек. Ол үшін мен арифметикалық прогрессияны қолданамын. Мына жердегі дәреженің қосындысын тауып алу үшін. А1 бізде 2-ден 1-ге тең. Так, бұл жерде арифметикалық емес, геометриялық прогрессияны қолданамыз. В1 2-ден 1-ге тең. Б-ен 512-ден 1-ге тең. Q бұл жерде 2-ден 1. Сонда S
n-ді табуымыз керек. Ол үшін осы жерде қанша қосылғыш бар екен тауып аламыз. bn тең болады b1 көбейту q-дің n-1 дәрежесі формуласын қолданамыз. bn-іміз 512-ден 1 тең болады 2-ден 1 көбейту 2-ден 1-дің n-1 дәрежесі. 2-ден 1-дің n-1 дәрежесі тең болады 512-ден 1-ді 2-ден 1-ге бөлсек, бізде 256-дан 1 шығады. Сосын 2-ден 1-дің n-1 дәрежесі тең болады 256, ол 2-нің қандай дәрежесі? Бізде 5 дәрежесі, 2-нің 5 дәрежесі 32, 6 дәрежесі 64, 7 дәрежесі 128, сонда 8 дәрежесі 256. Енді негіздері бірдей, дәреже көрсеткіштерін теңестіреміз. n тең 9. n 9-ға тең, s 9 тең болады. b1, 1 азайту q-дің n дәрежесі, 1 азайту q. b1 2-ден 1, 1 азайту 2-ден 1-дің 9 дәрежесі, 1 азайту 2-ден 1. 2-ден 1 азайту 9 дәрежесі 512 болады. 512-ден 1, мұнда 2-ден 1. 512-ден мұнда береміз 256, 255. 2-ге көбейтіп жібереміз 512-ден 511. Сонда тең болады А-ның 512-ден 511 дәрежесі шығады. 5-ші есеп, өрнектің мәнін табыңыз. Бұл жерде шексіз квадрат түбірі берілген. Яғни осы өрнектің мәні нешеге тең болады екен. Бұны өзінің шығару жолы бар. Біз қарастырайық, былай етіп 2 осылай жалғаса береді. Енді біз мына бір бөлігін x деп белгілеп алайық. Сонда бізде былай шығады. 2x түбір астында, да? Яғни бұл бір белгісіз. Сосын егер былай жазып алатын болсақ, түбір астындағы 2x тең болады x деп бөлек жазып алатын болсақ, сосын екі жағында квадраттап жібереміз. 2x тең болады x квадрат. Сосын x квадрат азайту 2x тең 0, x-ті жақшаны сырттан шығарамыз. x тең 0, x тең 2 деген 2 жауап шығады. Бұл жерде 0-ді алмаймыз. Себебі 0-ді қойсақ та бұл жерде мағынасы болмайды. Сондықтан жауабы 2 болады. Яғни мына өрнектің мәні 2-ге тең деген сөз. 6-шы есеп, өрнекті ықшамдаңыз. Мен қазір бұны қайтадан былай жазып алайын. Үшінші дәрежелі түбір астында орналасқан. Сонда x квадрат көбейту x-тің 4-тен 1 дәрежесі, дәрежесінің 3-тен 1 дәрежесі. Негіздері бірдей болғандықтан дәреже көрсеткіштерін қосамыз. 2-ге 4-тен 1-ді қосамын, 4-тен 9. Және оны 3-тен 1 дәрежеге шығарсақ, дәреже көрсеткіштер көбейтіледі. x-тің 4-тен 3 дәрежесі. Немесе 4-ші дәрежелі түбір астындағы x-тің кубы. 7-ші есеп, өрнекті ықшамдаңыз. Егер бұның мәні түбір асты 2-ден үлкен болатын болса, осы өрнектің мәнін табуымыз керек. Ықшамдап жазуымыз керек. b квадрат плюс 2b түбір асты 2 плюс 2 бұл бізде
b қосу түбірасты 2-нің квадратын береді. Қосу екінші, ол b азайту түбірасты 2-нің квадратын береді. Енді екінші дәрежелі түбірастындағы b қосу түбірасты 2-нің квадратын біз былай жазып алайық әзірше. Модуль үшіндегі b қосу түбірасты 2 қосу модуль үшінде b азайту түбірасты 2. Бізге шарт берілді b түбірасты 2-ге тең немесе одан үлкен деп. Демек, біз модульді осылай аша береміз. Себебі мына жерден теріс сан шығады деп қорықпаймыз. Түбірасты 2 минус түбірасты 2 қысқарып кетеді де, b-ға b қосамыз, 2b шығады. 8-ші есеп, есептеңіз. А қосу b-ның квадраты формуласын қолданамыз. 2 қосу түбірасты 3-тің түбірастындағы квадраты қосу 2 еселенген түбірастындағы 2 қосу түбірасты 3 және түбірастында 2 азайту түбірасты 3-тің көбейтіндісі қосу түбірастындағы 2 азайту түбірасты 3-тің квадраты. Яғни мына формуланы қолдандық. А квадрат плюс 2ab плюс b квадрат. Екі өрнектің қосындысының квадраты формуласын қолданып жатырмыз. 2 қосу түбірасты 3-тің өзі шығады квадраттағанда. Қосу, мына екеуін бір түбірдің астына жазам. 2 еселенген 2 қосу түбірасты 3, 2 азайту түбірасты 3, қосу 2 азайту түбірасты 3. Минус түбірасты 3 плюс түбірасты 3 жойылып кетеді. 2-ге 2 қосамын 4, қосу 2 көбейту түбірастында. А плюс b, а минус b. Екі өрнектің квадраттарының айырымын береді. 2-нің квадраты 4, азайту түбірасты 3-тің квадраты 3. Тең болады 4 қосу 2. 4-тен 3 аласыз 1, 1-ден 4-дің астынан 1-дің өзі шығады. Тең болады 6-ға. Екі формуланы қолдандық. 9-ші есеп, бөлімдегі иррационалдықтан құтылыңыз. Яғни бөлімін де алымын да осы бөлімінің түйіндесіне көбейтемін. Былай деп алайық, 1 қосу түбірасты 2 қосу түбірасты 3. Оның түйіндесі 1 қосу түбірасты 2 азайту түбірасты 3. Демек, алымын да осыған көбейтемін. 1 қосу түбірасты 2 азайту түбірасты 3. Алымында 1 болғандықтан, 1-ді кез келген санға көбейтсеңіздер, сол санның өзі шығатынын ескересіздер. Алымын жазып қоямын. 1 қосу түбірасты 2 азайту түбірасты 3. Бөлімі бізде 1 қосу түбірасты 2-нің квадраты азайту түбірасты 3-тің квадратын береді. Алымын тағы да жазып қоямыз. 1 қосу түбірасты 2 азайту түбірасты 3. 1 қосу түбірасты 2-нің квадраты 1 қосу 2 түбірасты 2 қосу 2 болса, түбірасты 3-тің квадраты 3-ге тең болады. 1 қосу түбірасты 2 азайту түбірасты 3. Мына жерде тек қана 2 түбірасты 2 қалады, себебі 1-ге 2 қосамыз, 3 минус 3 барлығы жойылып кетеді. Енді тағы да бөлімін иррационалдықтан құтқару үшін түбірасты 2-ге алымын да бөлімін де көбейтеміз. Түбірасты 2-ні түбірасты 2-ге көбейтемін 2, 2-ні 2-ге көбейтеміз, бөлімінде 4 қалады. Алымын қосылғыштардың әрқайсысын түбірасты 2-ге көбейтеміз. Түбірасты 2 қосу 2 азайту түбірасты 6. 10-ші есеп, өрнектің мәнін табыңыз. Ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі осы екеуінің көбейтіндісі болады. 11 азайту 2 түбірасты 30, 11 қосу 2 түбірасты 30. Тоқтауыш көбейткіштерін береміз. Мұнда 11 қосу 2 түбірасты 30 болса, мұнда 11 азайту 2 түбірасты 30 болады. Сонда 11 қосу 2 түбірасты 30 азайту 11. Мұндағы минус пен мұндағы минус плюсті береді. Плюс 2 түбірасты 30. Бұл жерде 11 мен минус 11 жойып кетеді. 2 түбірасты 30-ға 2 түбірасты 30 қосамыз, 4 түбірасты 30
А минус Б, А плюс Б. 11-дің квадраты 121. Азайту. 2-ның квадраты 4, және төбірәсті 30-дің квадраты 30. 4-ті 30-ға көйтеміз, 120. Сонда ең соңында 4 төбірәсті 30 деген жауап шығады. 9-шы есеп бөлімін иррационалдықтан құтқарыңыз. Бөлімнің түйіндесіне көбейтеміз. 12, 3 қосу төбірәсті 2 қосу төбірәсті 3, 3 қосу төбірәсті 2, азайту төбірәсті 3-ті көбейтеміз. 3 қосу төбірәсті 2 қосу төбірәсті 3-ке. Алымын жазып қоямыз. Бөлімі бізде береді 3 қосу төбірәсті 2-ның квадраты азайту 3. 12, осылай жаза берейік алымын. Жақшаны ашып жіберсем 9 қосу 6 төбірәсті 2 қосу 2 азайту 3. 12, 3 қосу төбірәсті 2 қосу төбірәсті 3. 9-ға 2 қосамыз, 11. 11-ден 3 алып тастаймыз. 8 қалады. Бұл жерде ортақ көбейткішті жақшаны сыртына шығарып жіберейін. Сосын тағы да иррационалдықтан құтылу үшін бөлімнің түйіндесіне көбейтеміз. Қысқартамын. Және 3 төбірәсті 2 азайту 4-ке көбейтіп жіберемін. 3 төбірәсті 2 қосу 4, 3 төбірәсті 2 азайту 4. 6, 3 қосу төбірәсті 2 қосу төбірәсті 3, 3 төбірәсті 2 азайту 4. 3 төбірәсті 2-ның квадраты 9, 18 азайту 16. 4-дің квадраты. 6, 3 қосу төбірәсті 2 қосу төбірәсті 3, 3 төбірәсті 2 азайту 4. 18-ден 16 аламыз, 2, 6, 3 қосу төбірәсті 2 қосу төбірәсті 3, 3 төбірәсті 2 азайту 4. Қысқартамыз тағы да. Нәтижесінде 3, жақшаның ішінде 3 қосу төбірәсті 2 қосу төбірәсті 3, 3 төбірәсті 2 азайту 4. Енді жақшаларды ашып жіберейік. 3-ке 3 қосамыз, көбейтеміз. 9 төбірәсті 2 азайту 12 қосу төбірәсті 2-ні көбейтем. 6 азайту 4 төбірәсті 2 плюс 3 төбірәсті 6 минус 4 төбірәсті 3. Сонда 3 көбейту. 9 төбірәсті 2, 4 төбірәсті 2, 5 төбірәсті 2 азайту 6 қосу 3 төбірәсті 6 азайту 4 төбірәсті 3 шығады. Тағы да бөлімін иррационалдықтан құтқару түйіндесіне көбейтеміз. Төбірәсті 2 қосу 4-ші дәрежелі төбірәсіндағы 3. Төбірәсті 2 азайту 4-ші дәрежелі төбірәсіндағы 3. Төбірәсті 2 азайту 4-ші дәрежелі төбірәсіндағы 3-тен болады. Алымын жазып қоямын. Бөлімі бізде 2 азайту төбірәсті 3-ті береді. Тағы да түйіндесіне көбейтеміз. 2 азайту төбірәсті 3-ті көбейтеміз. 2 қосу төбірәсті 3-ке. Төбірәсті 2 азайту 4-ші дәрежелі төбірәсті 3 көбейтемін. 2 қосу төбірәсті 3. 2-ның квадраты 4 азайту төбірәсті 3-тің квадраты 3. Алымын жазып қоямыз.
бөлімінде 1 шығады. Сонда нәтижесінде түбірасты 2 азайту 4-ші дәрежелі түбірастындағы 3, 2 қосу түбірасты 3. 13-ші есеп, өрнектің мәнін табыңыз. Ортақ бөлімге келтірмейміз, себебі ортақ бөлімге келтіріп отыратын болсақ, есебіміз қиындатылып кетеді. Сондықтан бұл жерде әр қайсысын түйіндесіне көбейтіп алайық. 5 азайту түбірасты 7, 5 қосу түбірасты 7. Алымында сол санға көбейтеміз, 5 қосу түбірасты 7. Қосу 7 қосу түбірасты 5-тің түйіндесі 7 азайту түбірасты 5. Демек 22-ні 7 азайту түбірасты 5-ке көбейтемін. Азайту түбірасты 7 қосу түбірасты 5-тің түйіндесі түбірасты 7 азайту түбірасты 5. Түбірасты 7 азайту түбірасты 5-ті алымына да көбейтеміз. Алымын жазып қоямыз. 9. Жақшаның ішінде 5 қосу түбірасты 7. 5 азайту түбірасты 7, 5 қосу түбірасты 7. 25 азайту 7. Қосамыз. 22, 7 азайту түбірасты 5. 7-нің квадраты 49 азайту 5. Алымын жазып қояйық. Түбірасты 7-нің квадраты 7 азайту 5. Енді қараңыздар. 25-тен 7 аламыз. 18, қазір ол 9-бен қысқарады. Мұнда 1, мұнда 2. Қосу. 49-дан 5 аламыз, 44, демек ол 22-мен қысқарады. Және азайту түбірасты 7 азайту түбірасты 5 бөлімінде 2. Көріп тұрған шығарсыздарда, енді барлығының бөлімінде 2 пайда болды. Тең болады. 2-ден 5 қосу түбірасты 7. 2-ден 7 азайту түбірасты 5. 2-ден түбірасты 7 азайту түбірасты 5. Бөлімдері бірдей. Сонда 2-ден 5 қосу түбірасты 7. Қосу 7 азайту түбірасты 5. Минус түбірасты 7. Минус пен минус плюс түбірасты 5. Түбірасты 7 минус түбірасты 7. Минус түбірасты 5 плюс түбірасты 5. 5-ке 7 қосамыз 12. 12-ні 2-ке бөлеміз. 6. 14-ші есеп. Бөлімнен рационалдықтан құтылу. Бірінші түбірасты 6 минус түбірасты 3-тің 4 дәрежесін ашып алайық. Түбірасты 6-ның 4 дәрежесі. Мынаны есімізге түсіріп аламыз. Коэффициенттерін анықтау үшін 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1. 0 дәреже, 1 дәреже, 2, 3, 4. Неке коэффициенттері осы болады. Сонда біріншісінің 4 дәрежесі. Түбірасты 6-ның 4 дәрежесі. Сосын қараңыздар. Арғарай 4. Енді түбірасты 6-ның кубы көбейту түбірасты 3 болады. Сондықтан мына жер минус болады. Сосын плюс 6 көбейту түбірасты 6-ның квадраты көбейту түбірасты 3-тің квадраты. Сосын қайтадан минус 4 түбірасты 6 көбейту түбірасты 3-тің кубы. Сосын плюс түбірасты 3-тің 4 дәрежесі. Алымында 81. Түбірасты 6-ның 4 дәрежесі 36. Азайту түбірасты 6-ның кубы. 6, 6 4-тің 24. Және түбірастында 18. Қосу 6-ның квадраты 6, 36, 36-ны 3-ке көбейтеміз. 108. Азайту. Түбірасты 3-тің кубы
3 түбірасты 3, 12 түбірасты 18, қосу 9. Алымына 81-ті жазып қояйық. Арғарай, 36-ға 9 қосамыз 45, 45-ке 108 қосамыз 153. Азайту 36 түбірасты 18. Алымында 81. 18-дің өзін біз былай жаза аламыз. 153 азайту 9 көбейту 2. 9-дан 3 шығады. 108 түбірасты 2. Алымында 81. 153. Так, 9-ға бөлсек, 9-ға бөлінеді да 153. Сондықтан 81, мұнда 9-ды жақшаның сыртына шығарып жіберемін. 153-ті 9-ға бөлсем, 17 азайту 12, 18-ді 9-ға бөлсем, түбірасты 2. Тең болады. 81 мен 9-ды қысқартамыз. Алымында 9 қалады. Бөлімінде 17 азайту 12 түбірасты 2. Енді түйіндесіне көбейтемін. 17 қосу 12 түбірасты 2. Алымында да осы түйіндесіне көбейтеміз. 17-ның квадраты 289, азайту 144, 144 2 көбейтеміз, 288. 9 жақшаның ішінде 17 қосу 12 түбірасты 2. 289-дан 288 аламыз. 1, 9 жақшаның ішінде 17 қосу 12 түбірасты 2. 15-ші есеп бөлім иррационалдықтан құтқарыңыз. Өз жаттығып бастадыңыздар, түйіндесіне көбейтеміз тағы да. Бөлімнің түйіндесіне, егер бөлімнің иррационалдықтан құтқарыңыз десе, немесе иррационалдықтан құтылыңыз десе, онда бөлімнің түйіндесіне алымын да бөлімін де көбейтетін боламыз. Алымын дәл осылай жазып қоямын. Бөлімін 4-ші дәрежелі түбірасындағы 3-тің квадраты түбірасты 3. Азайту 2. Ол түбірасты 2-ның квадраты. Тағы да түйіндесіне көбейтеміз. Алымында дәл солай көбейтеміз бөлімнің түйіндесіне. Тең болады. Түбірасты 3-тің квадраты 3, азайту 2-ның квадраты 4. Минус 1 шығады, демек минус. Жақшаның алдына минусты саламыз да, 2 көбейткішімізді осылай етіп жазып қоямыз. 16-ші есепте де шарт дәл осындай бөлімін иррационалдықтан құтқаруымыз керек. Енді бұл жерде көріп тұрсыздар да, 2-ші дәрежелі түбір емес, 4-ші дәрежелі түбір емес, 3-ші дәрежелі түбір болып тұр. Демек, біз мынаны қолдануымыз керек. А куб минус Б куб, ол бізде А минус Б, және А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Яғни, екі өрнектің кубтарының айырымы формуласын қолданамыз. Сонда түйіндесі мына 2-ші жақша болу керек. 2 азайту 3-ші дәрежелі түбірасындағы 2, 2-ның квадраты 4, қосу 2 көбейту 3-ші дәрежелі түбірасындағы 2, қосу 3-ші дәрежелі түбірасындағы 2-ның квадраты 4. Алымында дәл осыған көбейтеміз. Тең болады. Осы түгелімен формуламыз, яғни А куб 2-ның кубы 8, азайту 3-ші дәрежелі түбірасындағы 2-ның кубы 2-ның өзі болады. 4 қосу алымын еш өзгеріссіз қайтадан жазып қоямыз. 8-ден 2 аламыз 6, бөлімінде 6 шығады. 4 қосу 2 көбейту түбірасты 3-ші дәрежелі түбірасындағы 2 және 3-ші дәрежелі түбірасындағы 6. 17-ші есеп тағы да осы шартпен берілген. Бөлімін иррационалдықтан құтылу.
2 түбір асты 5 азайту түбір асты 7-нің түйіндесі. 2 түбір асты 5 қосу түбір асты 7. 2 түбір асты 5 қосу түбір асты 7. Тең болады. 2 түбір асты 5-тің квадраты. 2-нің квадраты 4, оны 5-ке көйтеміз 20. Азайту 7. 2 түбір асты 5 қосу түбір асты 7. 20-дан 7 аламыз 13. Алымын дәл осылай етіп жазып қоямыз. Неке бөлімін иррационалдықтан құтқардық. 18-ші есеп. Мынағы есептегідей екі өрнектің кубтарының айырымы формуласын қолданамыз. 3-ші дәрежелі түбір астындағы 5 азайту 3-ші дәрежелі түбір астындағы 3-ті көбейтемін. 3-ші дәрежелі түбір астындағы 5-тің квадраты 25 қосу екеуінің көбейтіндісі бір түбірдің астына аламын 15 қосу 3-ші дәрежелі түбір астындағы 9. Алымында да осылай болады. 3-ші дәрежелі түбір астындағы 25 қосу 3-ші дәрежелі түбір астындағы 15 қосу 3-ші дәрежелі түбір астындағы 9. Мына екі көбейткішіміз бізге береді 5 азайту 3-ті. Алымын дәл солай етіп жазып шығамыз. Бөлімінде 2. Жауабы осылай болады. 19-ші есеп. Бұл енді есептеуге арналған. 2-нің түбір асты 2 қосу 1 дәрежесінің квадраты бөлінген 4-тің түбір асты 2 дәрежесі. 2-нің, жақшаны шайық. Түбір асты 2-нің квадраты 2 қосу 2 еселенген түбір асты 2 қосу 1. Бөлінген 4-ті 2-нің 2 дәрежесі немесе 2 көбейту түбір асты 2 деп жазамыз. Негіздері бірдей дәрежелерді бөлу болғандықтан дәреже көбейткіштері азайтылады. Азайту 2 түбір асты 2. Екеуі жойылып кетеді. 2-ге 1 қосамыз 3. 2-нің кубы 8. Және 20-ші есеп. Осыған ұқсас есеп бізде болды. Тек ол кезде қосу болған жоқ, да? Шексіз квадрат түбірдің астынан шығара беретін болдық. Бұл жерде енді байқап тұрсаңыз қосу. Бұл жерде де шексіз квадрат түбір. Енді мынадай формула бар, дайын формуласы. Егер жаттап алатын болсаңыздар, бір қосу түбір астында бір қосу 4-тен бөлінген 2. Неке осы формулаға қоямыз. S деп мен осы өрнектің мәні қанша шығатынын алып отырмын. Тең болады. 1 қосу 4-ті 2-ге көбейтеміз. Бөлінген 2. Тең болады. 8, 9, 1 қосу 3, бөлінген 2. Нәтижесінде 2 шығады екен. Яғни берілген өрнектің жауабы 2-ге тең.